Ассалаумағалейкум. Тағы да мемлекеттік тіл, қазақ тілі, қазақ болашағы жайлы айтамын. Қазақ тілі жалпы жаңағы тілін, ұлтын сүйетін адамдарға ғана керек емес, барлығымызға керек. Мемлекет боламыз, жарқын болашаққа жетеміз дейді екен. Бұл қазақ тілі бізді берекеге шақыру керек. Бізді жаңағы толықтай тұтастыру керек. Басқа ұлттары болсын, барлығын қазақ тілі ғана берекеге шақыра алады. Әркім өз тілінде сөйлейтін болса, онда жаңағы мысалы қазақ тілін түсінбесе, көп қайшылықтар туындайды, көп ұлттық қақтығыс болады, көп жекеленушілу жаңағы тілге, ұлтқа бөліну, нәсілге бөліну деген болады. Ал қазақ тілі қалыптасатын болса, мысалы жаңағы Россия сияқты, Қытай сияқты, Америка сияқты елдер болса, мысалы, бір ғана тілді, екінші тіл жайлы олар ойланбайды. Екінші тіл халықаралық тіл ағылшын тілінде ғана жүреді, мысалы, халықаралық дипломат саясаттар. Ал өз ішінде орыс тілі, Қытай тілі, ағылшын тілі. Ал енді солардың арасынан қарап отырсаң, бір басқалай ұлттық жанжалға деген құштарлық жоқ. Ұлтқа бөлінуге деген құштарлық жоқ. Ал өкінішке орай тәуелсіздік алғаннан бері қаншама ұлттық қақтығыстарды көріп отырмыз. Соның бәрі және тілді білмеуліктен, ұлтты сыйламаулықтан, мына қазақ елінің тәуелсіздігін құрметтемеуден болып отыр. Айналып келгенде соның бәріне жеткізген өзіміздің қазақ азаматтары. Өзіміз жасаймыз да құрметсіздікті. Өзіміз өз тілімізді құрметтемейміз. Ал енді басқалардан талап етеміз қазақша білуді. Біріншіден өзіңді құрметтеу керек. Өзіңді құрметсең жат жанынан түңілер дейді. Өзің қазақ тілін беске қой. Барлық жерде қазақ тілін талап ет. Біл басқа тілді. Орысша біл, ағылшынша біл, малайдың тілін біл, француздың тілін біл. Анау жоқ тілді үйреніп аласың ба, өзің білесің. Анау 4000 жылдың алдында қап қалған тілді тірілтіп үйреніп аласың ба, сол тілді сөйлейсің бе, өзің білесің. Бірақ қазақ тілі, мына қазақ топырағында, қазақ даласында бірінші орында тұру керек. Заң ол, айтылмайды ол, жазылмайды ол. Ол заң. Сол үшін тәуелсіздік алғанбыз. Сондықтан есте болатын жайт ең бірінші қазақ тілі. Қазақтың байлығы да, қазақтың болашағы да, қазақтың мақсаты да, қазақтың тәуелсіздігі де тек қана қазақ тілі. Оны енді білмеймін қалай айтып жеткізу керек. Не үшін тәуелсіздік алды, зерттеп келсеңіздер түбі соған тіреледі. Біз мүмкін орыс болғанда, біз мүмкін Қытай болғанда, білмеймін енді. Артық мемлекет құрып керек емес шығар, сол Қытаймен, Орыспен бірігіп күн көріп кетуге болады ғой. Біз олармен менталитетіміз ұқсамағандықтан, тіліміз ұқсамағандықтан, дініміз ұқсамағандықтан мемлекет құрып отырмыз. Және осы қазақ деген бабаның арқасында, қазақ деген атамыздың арқасында, солардың қанының арқасында мұсылман ішінде ең алпауыт территория, ұлы құрлық ішінде ең бірінші территорияны бізге сыйлап отыр. Енді сондай жақсылықты көре тұра, бабамызды сыйламасақ, баба тілін сыйламасақ, біз ұрпақ болмаймыз, біз ұлт болмаймыз, біз мемлекет болмаймыз.